Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Кеше бір бейнебаян көріп қалдым. Сол жердегі бір пікір маған қатты әсер етті. Әсер еткенде енді қатты әсер етпеді, бірақ ойда қалғандай әсер етті ше. Соның алдында енді Ресей жайлы видео болған, соған біреу ойын жазыпты. Мен қазір соны айтып беремін. Оның алдына оны айтпай тұрып сіздерге мына Жасылбайдың Зеленский Freedom деген медиаға, енді Freedom деген медианың порталына шыққан бейнебаян сіздерге тыңдатайын. Мне кажется, что Путин находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация скорее похожа на патовую для него. Почему? Потому что для нас это очень тяжело, но мы у себя дома и защищаем своих. И общество защищает, военные защищают. Само тело государства защищается от этой агрессии. А у него другая история. Во-первых, он радикально информационно настроил свое общество на это. Во-вторых, он пообещал цели, он их не достиг, и поэтому ему нужно демонстрировать какие-то достижения. И почему опасны все энергетические атаки? Чтобы показать, смотри, у меня вроде бы такой план, там мы давим оружием, а здесь мы атакуем. И почему эти атаки превращаются в террористические акты? Гибнут мирные жители, много раненых, люди остаются без электричества, без воды. Потому что иначе создать напряжение внутри нашего общества он не может. Он понимает, что мы объединили все государство, а затем объединили всю Европу вокруг нас. И разорвать это очень сложно. Он пытается это сделать. Енді мен каналымды көретіндер орысша түсінмеймін дегеннің өзі мына сөздер түсінеді деп ойлаймын. Неге десеңіздер, былай дейді, енді мен де түсінгенімді айтып берейін, сіздер де көрген шығарсыздар. Естісіңіздер қазір. Путин дейді, халқын ақпараттық соғыспен өте жетер шегіне дейін оларды улады дейді. Енді ақпаратқа, мысалға, бір ақпаратты көре берсең сенесің ғой, мысалға, мысалы Қазақстан 30 елдің қатарына енді халқы ойбай статистика бойынша бұлай өмір сүреді, жеген алдында, жемеген артында десе, шет елдер мүмкін сенуі мүмкін. Ой, Қазақстанның деген жер байлығы көп. Әлемде 9-шы орында жері бар, жерінің асты алтынмен қапталған деген сияқты. Зеленский айтады, сөйтіп негізі Путин өз халқын сендірді және басшыларын да сендірді. Сөйтті Украинаға соғысты ашып келіп жіберді. Бірақ біз бұл соғыста жеңіліп жатқан жоқпыз. Біздің өліп жатқан сарбаздар өзін жері үшін өліп жатыр дейді. Біздің үйлер жанып жатқан жар, адамдар өліп жатқан жар, бейбіт адамдар, бірақ олар ел үшін, жер үшін қорғап өліп жатыр дейді. Бірақ Путиннің қойған ең басты арманы, шарты орындалмай жатыр. Неге десеңіздер, біз Украина халқы халық болып біріктік дейді. Халық болып біріктік. Біз Европамен біріктік. Біздің ортамызға бізді қалай айтсам екен, ортамызға еріктік сала алмайды. Салу өте қиын дейді. Өте дұрыс айтып отыр деп ойлаймын. Енді Украинада қанша адам өлсе де, ол өзінің елін қорғап өліп қалып жатыр. Бағана мен бір бейнебаян кеше көріп қалдым дедім ғой, сол жерде былай Мазаратта кетіп бара жатыр, бір енді мүмкін орыс түсірді, мүмкін басқа ұлт түсірді, сол әлеуметтік желіге салған. Ресейде Украина соғысына барып келіп жерленген адамдардың біздің тілмен айтқан кезде бейіті Ресейдің тулары ілініп тұр. Енді ана жерде енді санай алмайсың, енді ана жерде бір көп. Енді Ресейдің өзінің мойындағаны осы қыс алдың бір 5-6 ай алдын миллион 1-2 мың адам ресми түрде әскерде өлді деп, соғыста өлді деп баяндады. Соның астына біреу пікір жазып қойыпты. Соғыс Ресейге келмеді дейді. Ресейге біреу соғыс ашып келмеді дейді. Дұрыс қой, бірақ мысалға бірінші Ресейге ешкім соғыс ашып келмеді. Бірақ бізді мына балалар неғып өлді дейді. Үлкен әңгіме да бұл жерде. Ресейге мысалға Қазақстан басып кірсе, Қытай басып кірсе, Украина басып кірсе, Ресей қорғанып, өзінің жерін қорғап өлсе, мейлі дейді. Ал біз мына 21 ғасырда
Ресейге ешкім басып кірген жоқ, бірақ біздің еліміз қырылып жатыр дейді. Ресей өзі басып кірді де, тыныш жатқан елге басып кіріп, қазір өзі әңгіменің ашығын айтқан тупикте тұр ғой. Саяси сауатсыз халық құл болуға лайықты дейді. Шын мәнінде айтылған сөз. Кім айтса да атасына рахмет дейікші. Саяси сауатсыз халық. Ресей енді оянуы мүмкін. Ресейдің жанындағы елдер оянуы мүмкін. Қазақтар да оянуы мүмкін. Басқа қазақтар саяси сауатты болу керек. Сен өз ойыңды айт елдегі болып жатқан нәрсеге. Мен өз ойымды айтайын елдегі болып жатқан нәрсеге. Тоқаевқа сөзіңді айт, әкімге айт, прокурорға айт. Басымды кесе алмайды. Мысалға біз үндемей жүре берсек, бағана бейнебаяндағы видео тұр ғой. Адам түсіріп бара жатыр. Ана жерде өліп жатқан орыстар орыстың туларын тікіп қойған. Бірақ ана комментарий өте табаған. Сіздерге қалай екенін білмеймін. Ресейге соғыс келмеді, бірақ мына адамдар өліп жатыр дейді. Қанша? 120 миллион халқы бар ма? Барлығын қосқан или 160 миллион ба? Солар таза сауатсыз баптар. Не қыласың? Путин өзі шешеді ол. Путин деген біздің тілмәтінде елбасы деп те мүмкін айтып жатқан шығар. Бірақ ана пікірлердің астына кіріп кейін бәрібір киіп қазір осы видеоны жазайын деп тұрғанда алдында кіріп көрдім. Біреулер мақтап жатыр. Бұлар тектен тек өлмеді. Жеңіс біздің арқамызда болады деп. Жеңіс бізде болады, Құдай біз жақта дейді. Енді Құдай барлық жерде ғой. Бірақ дінде де айтқан, ислам дінде, басқа діндер айтпай қойын. Зәбір көріп атқан елге болысыңдар деген мысалға. Ресей Украинаға басып кірді, сен Украинаға болысың керек егер қолыңда екеуіне қой деп айта алатын болсаңшы. Же болмаса Украина Ресейге басып кірсе, сен Ресейге болысың керек та. Кім зәбір көріп жатыр алдын ала. Ешқандай ай-шай жоқ, келді басып алды. Қазір анау қиын, өте қиын. Ойыңды айт. Бір күні бізде видео түсіріп өтіп баратпайық. Қазақтың тулары ілінген, бірақ қанша адам өліп қалды деген сияқты. Саяси сауатты болуымыз керек әңгіменің ашықшы. Болмаса, бір адамның бұйрығымен соғысқа қарай сұңқаңды көтеріп кетуі мүмкін. Еліңе шеттен шабуылға шығып жатса, ол кезде енді мен еркекпін. Еркек кінділер намысы болса шығады. Құдай сақтасын, елге жау шаппасын. Жау шапса, еркек кіндіктілер бірінші шығады деп өзім ойлаймын. Мен де шығам. Ондай жағдай бірақ болмасын деп тілеймін. Ал бірақ бір жай жатқан елге болды, ертеңнен бастап біз барып сол жақтағы қазақ тілділерді азат етеміз. AK-47-лерді алып шабуыл жасаймыз десе, онда ана басшыға қой деп өліп қойып әңгімен ашық. Неге десеңіздер, мысалы сіздерге мысал айтып отырмын ғой енді. Ресейде де былай қылды ғой, Украинадағы орыс тілді украиндарға қысым көрсетіп жатыр деген желеумен соғыс ашты, дұрыс па? Қатты жаны ашып бара жатса, сол жердегі Украинадағы орыстарға айтып, Ресейге келіңдер, Ресейге сендерге 10 телімнен жер береміз, үй береміз, балдарыңа ақша береміз десе, ешкім үнбейтін еді. Ол жерде мен ойлаймын енді, ондай жағдай болмаған ау. Пропаганданың ұрған халық сенген, Путинді қол астындағыларына сенген, барлығы бізден зың, қалай күннің жылдамдығынан бізде зымыран бар. Бастай беріңіз деді, бастады кетті. Миллион адам өлді. Украина жақтан да өліп жатыр. Бірақ Зеленский бұған айтты ғой, бізде өліп жатқан шығармыз, бірақ біз өз елімізді қорғап өліп жатырық дейді. Дұрыс. Одан мынау Қуат Хамитов деген тікелей эфирде видеосын көріп қалдым. Мен тікелей эфирге кірмеймін. Көрмеймін ондайларды, бірақ тікелей эфирде біреу түсіріп алған екен. Сөйтсе Путинді мақтап жатыр. Путин еркек дейді. Өзінің ешкімнен қорықпайды, өзінің айтқанын істеп жатыр дейді енді. Деп Путин айтқанын істеп жатқан шығар, бірақ арғы жақта
бір 5-6 ай Ресей елінің өзінің ақпараттық кеңістігін мойындаған миллион бірдеңке әскер өлді деген. Оның анасы бар, әкесі бар, баласы бар, жылап жатыр да. 3 миллион адам. Бауырлары бар болса 4 миллион адам. Келіншегі бар болса 5 миллион адам. Нағашы апа, нағашы атасы бар болса 5-6 миллион адам жылап жатыр да. Ал мына жақта біз Путин енді ел таниды ғой, қуатты ел таниды ғой. Біз танымаса да. Бірақ Қуат Хамитов Путин мықты, Путин өз сөзін істеп жатыр дейді. Мықты болса мықтыша, бірақ халқыңды өйтіп ешкімге керегі жоқ соғысқа айдап мықты болмай-ақ қой. бір адамдық билік болса, еліңе 20 миллион әскер 20 миллион террорист кіріп кетуі мүмкін да. Оны ат деуі мүмкін. Бір диктатура бастық болса, соғысқа миллион адам айдауы мүмкін да. Жалпы сондай. Өте ойлануымыз керек. Жақсы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Зеленский жетер жеріне жеткізіп айтты деп ойлаймын. Сондықтан сен саясатпен айналыспа, сен нең бар, сенің басың қисық екен, сенің мұрның қисық екен, сен оқымаған екенсің, тағы не? Сен кедейсің, саясатта нең бар, сен балаңа тәрбие беріп ал, мемлекеттің ісіне нең бар деп араласқан адамды сол жерде басына шапалақпен тартып жіберу керек қой. Балаңа да тәрбие бер, бірақ мемлекет басында отырғандарға да тәрбие беру керек деші. Жақсы. Тағы не айтайын деп тұрмын. Жалпы сондай бағанағы пікір маған қатты әсер етті. Мына Зеленскийдің айтқан сөзінен артық ешкім Путинге айта алмайды деп ойлаймын. Енді халық шешіп есе, Ресейдегі соғыстың аяқталуына Путинге қарсы шығып, болмаса халық шығып болып соғыс тоқтасын. Сендердің жерлерің өздеріңе, біздің жеріміз өзімізге болды деп ата-аналары шығып, ана СВО-сы ма қайсысы, сол соғыс жүрген майдан алаңындағы адамдар шығып тоқтатпаса, миллион адам өлгенде нәтиже аз болғанда тоқтатпаған ол, білмеймін енді. Жақсы. Бүгін қаншасы? 23-29 дейді. Бүгін 10 екен ғой. Қарашаның 10-ы, енді ертең Тоқаев ұшады Ресейге. 11-12-сі іс сапар деген, ол жерде көреміз не айтатын. Жақсы.